Қайырлы күн Замзагүл апа. Бүгін сізден сұхбат алуға келдік. Осы Қызылтау тұрғындарының тігіншілеріне сұхбаттасуға ниетіміз бар. Сізге арналған 3 сұрағым бар. Бірінші сұрағым, қолөнерге қалай қызықтыңыз? Қолөнердің пайдасы қандай? Қайырлы күн. Қолөнерге негізі мен ең басында жаңағы бала күтімінде отырған кезде келдім. Ол кезде жаңағы бала күтімінде отырған кезде әйел адамның жаңағы бір өзіне бір арнап бір хобби болады ғой. Сол кезде осылай өзіме бір іс машинкасын алып, әрі бала бағып отырып, әрі үйдегі көрпе-тастарды бүтіндеп, сондай мақсатпен келдім. Артынан бұл қолөнерім кәдімгі табыс көзіне айналды. Шын мәнінде бұл қолөнерді жақсы табыстауға болады. Қазіргі нарықта өте сұранысқа ие құрақ көрпелер, сонымен қатар заманауи перделері, соларға тапсырыс алып тігіп отырамын. Негізі бұл менің бастапқы кезде нақты табыс көзі болып отырды. Енді қазір уақытта жұмыстамын, бірақ дегенмен де осы уақытында осылай әлі күнге шейін перделер тігіп, құжасауларын тігіп жүрмін. Екінші сұрағым, қолөнер кәсіпке айнала ма? Әрине, егер де сіз шынымен ниетіңіз болса, сіздің қолыңыздан келіп тұрса, қолөнерден шын мәнінде кәсіп ашып табыстауға өте мүмкіндік қазір зор. Қазіргі уақытта осылай жұмыссыз адамдарды, көпбалалы аналарды қолдау мемлекет тарапынан өте керемет қолдаулар бар. Соның ішінде қайтарымсыз гранттар бар. Мемлекет тарапынан сізге қайтарымсыз грант беріп, соған сіз өзіңіздің кәсібіңізді одан әрі дамыта аласыз. Сол себепті жақсы табыстауға болады. Үшінші сұрағым, мата туралы қандай мәлімет білесіз? Қалдық маталарды іске асырасыз ба? Соның ішінде қазіргі апсайклинг термин туралы не білесіз? Сол терминді пайдаланасыз ба? Иә, пайдаланамын. Ол терминнің дәлелі мына сандық. Мысалы, мына сандық деген өзімнің еншіме келген сандық, қыз кезінің артына келген сандық. Бұл сандықтың өзгертіп, осылай әдемі қылып, қазіргі заманға сәйкес келіп жасадық өзіміз. Сондай-ақ мен осы сандықтарға, сонымен қатар ескі дивандарға, ескі отырғыштарға тапсырыс аламын. Соларды жаңартып, қазіргі заманның модада жүрген маталармен жаңартып, жаңадан сандықтар, дивандар және де отырғыштар қаптаймын. Жақсы, осымен сұрақтарымыз аяқталды. Ары қарата осы қолөнерді дамытып жүргеніңізге көп рахмет. Осылай сіздің ісіңізге сәттілік тілейміз. Рахмет сұхбатқа. Рахмет.